Pedagogika magistri belgili bir pen boyunca pedagogika magistri yazıp oturmuş. Görüp жатырмыз ғой Айгерім? Дауысым жақсы естіліп тұр ма? Pen boyunca Qanday pen boyunca? Belgili bir pen boyunca. Belgili. Так. Ғылыми зерттеу жұмысына бағдарланған білім беру белгілі бір пән бойынша ғылыми зерттеу жұмысына бағдарланған білім беру және зерттеу міндеттерін шешуге білім беру және зерттеу міндеттерін шешуге балалар нүктелі үтір арқылы жалғастыра береміз, жарай ма? Тәжірибелік білімдерді іріктеу, өңдеу, тәжірибелік білімдерді іріктеу, өңдеу және түсіндірудің заманауи технологияларын пайдалануға нүктелі тұр ары қарай зерттеудің заманауи әдістерін игеруге үлгеріп жатырмыз ба? Игеруге түрлі оқу мекемелеріндегі оқытудың нәтижелерін талдауға Айгерім естіліп тұр ма? Талдауға оқыту тәжірибесінде оқу пәндерінің жаңа мазмұнын жүзеге асыруға оқу пәндерінің жаңа мазмұнын жүзеге асыруға бар ма? Нүктелі тұр. Білімділіктің деңгейін диагностикалауға дайын болу керек. Білімділіктің деңгейін диагностикалауға дайын болу керек. Так, жақсы. Осы бағыттағы магистранттар өздерінің біліктілік деңгейіне сәйкес кәсіби іс-әрекеттің төмендегі түрлерін орындауға дайындалады. Осы бағыттағы магистранттар өздерінің біліктілік деңгейіне сәйкес кәсіби іс-әрекеттің төмендегі түрлерін орындауға дайындалады. Қос нүкте. Қандай түрлер екен тоқталайық енді, Эльмира? Так, үлгеріп жатырмыз ба? Жақсы. Төмендегі түрлерін орындауға дайындалады. Қос нүкте арқылы сонан соң сызықша қойып жаза берейік. Ғылыми зерттеушілік, нүктелі тұр, оқытушылық, келесі оқытушылық, нүктелі тұр, келесі түзету дамытушылық, келесі кеңес берушілік, нүктелі тұр. Келесі мәдени ағартушылық. Эльмира, ағартушылық деген сөздің мән мағынасын өткенде сабақта ашып едік, білесіңіз дей ме? Есіңізде, ағартушылық деген сөздің мән мағынасы қандай екен? Келесі ұйымдастырушылық тәрбиелік.
Нүктелі түр келесі әлеуметтік-педагогикалық. 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 Қарап отырсаңыз, осы барлық мен атап өткен іс-әрекеттердің барлығын сіздер орындайсыздар десең. Атап айтқанда, ғылыми зерттеушілік, қазір сіздердің диссертация жазып жатқандарыңызда іске асып жатқан дүние, оқытушылыққа өздеріңізді дайындап жатырмыз. Түзету, дамытушылық, кеңес берушілік, мәдени ағартушылық, осыны әрқайсысына жеке-жеке тоқталып ашу керек болады. Әйгерім, қош келдіңіз. Апай, шипетті білмем қажыр. Енді ары қарай. Абзац. Қазақстандық білім беру жүйесі халықаралық білім беру кеңістігіне енуі үшін халықаралық білім беру кеңістігіне енуі үшін Қазақстан Республикасында жоғары және жоғарыдан кейінгі білім берудің Қазақстан Республикасында жоғары және жоғарыдан кейінгі білім берудің келесі сатылары енгізілген. Жоғары және жоғарыдан кейінгі білім берудің келесі сатылары енгізілген. Әйгерім, қандай сатылары? Қазір бізде 3 сатылы білім беру жүйесі ғой. Эльмира, Әнеке? Сіздер нені бітіріп барып түсіп отырсыздар магистратураға? Бакалавриат, магистратура және докторантура. Осы 3 сатысына тоқталайық. Келесі сатылар енгізілген. Қосылып тере. Бірінші, бакалавриат. Бірінші деңгейдегі бағдарлама. Жақшан ішіне, орта білімнен кейінгі бірінші деңгей. Сол емес пе? Орта білімнен кейінгі. Мектепті бітіре салып түсесіздер ғой бұған сіздер, университеттің бакалавриат сатысына. Орта білімнен кейінгі бірінші деңгей. Жақшан жабыңыздар. Ол қанша жылға созылады балалар? 4 жылға дейін жалғасады. Неге дейін деп тұрмын балалар? Себебі? 3 жылда бар ғой ішінде. Әрине, ана колледж бітіріп келгендер 3 жыл оқиды, солай емес пе? 4 жылға дейін жалғасады. Жақсы. Екінші деңгейді қазір сіздер оқып жатқан деңгей? Жазыңыздар. Қалай жазамыз? Магистратура. Жазамыз. Екінші деңгейдегі бағдарлама. Екінші деңгейдегі бағдарлама. Жақшан ішіне. Орта білімнен кейінгі екінші деңгей. Орта білімнен кейінгі екінші деңгей. Өйткені орта білімнен кейінгі бірінші деңгей бізде бакалавриат болды балалар. Солай ғой? Орта білімнен кейінгі екінші деңгей. Ол 2 жылға дейін жалғасады. 2 жылға дейін жалғасады. Және жаңа мен қойған сұраққа жауап бергім келіп отыр. Және 2 траекторияда жүзеге асады. Және 2 траекторияда, Әйгерім, жүзеге асады. Және 2 траекторияда жүзеге асады. Даусым дұрыс естіліп отыр ма, балалар? Иә. 2 траекторияда жүзеге асады. Қандай 2 траектория? Жаңа біз айтқан бейіндік, тереңдетілген дайындық. Бейіндік, тереңдетілген дайындық. Және сіздерді оқып жатқан траекторияларыңыз қалай деп аталады? Ғылыми-педагогикалық дайындық, е? Кім? Эльмира. Міндетті түрде педагогикалық керек қасында. Қайталаймын. Бейіндік, тереңдетілген дайындық және ғылыми-педагогикалық дайындық. Жақсы. Сонымен үшінші сатысы бізде докторантура. Докторантура. Екінші деңгейдегі бағдарлама. Жақшан ішіне орта білімнен кейінгі үшінші деңгей. Орта білімнен кейінгі үшінші деңгей.
Так. Ашайық. Ары қарай. 3-4 жылға созылатын жоғары білімнен кейінгі білім беру. 3-4 жылға созылатын жоғары білімнен кейінгі білім беру. Жоғары білімнен кейінгі білім беру. Жоғары білімнен кейінгі білім беру. Ол екі траекторияда жүзеге асады. Яғни докторатурада екі траекторияда жүзеге асады екен. Екі траекторияда жүзеге асады. Бейіндік докторантура және ғылыми докторантура. Бейіндік докторантура және ғылыми докторантура. Жақсы. Сонымен бакалавриаттың бағдарламасымен таныссыздар. Бакалавриатты аяқтадыңыздар, сіздер білесіздер. Бұл жерде бакалавриат бағдарламасының мазмұны кең базистік кәсіби дайындықты қамтиды. Солай ғой, алғашқы бірінші, екінші курста сіздер әлеуметтік гуманитарлық пәндерді өттіңіздер. Кәсіби іс-әрекеттің жалпылама интегралды әдіснамасының іргелі пәндік мазмұнын игерген бакалаврды дайындап шығаруды мақсат етеді. Оған мен тоқталғым келіп тұрған жоқ. Мен қазір магистратураға кеңінен тоқталғым келіп отыр. Өйткені біздің бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы да соған сәйкес болып тұр. Себебі тақырыбымыз кім? Еске түсіре ғой, Әйгерім, тақырыбымыз қандай біздің? Жоғарыдан кейінгі білім жағдайында Білім беру. қалыптастыру. Мамандықтың археологиялық дайындауын. Жақсы.